Қалды көшелер Водникте Талмас көшесінде осындай 2 этажға арналған фундамент сатылып жатыр. Енді бұны 1 этажлық қылып ішлерін өзгертіп алсаңыз да болады. Бақасын 60 миллион айтамыз. Подошкасы бар, биік қылып құйылған, көріп тұрғаныңыздай. Проектілермен таныстырмастан бұрын мәнжілді бір түсіндіріп жіберейін сіздерге. Талмас көшесі көше асфальтланған, көшеде тоқ бар, освещение жақтыландырылған, газ бар, Wi-Fi бар, су бар көшеде. Асфальт көше, мына жерде Водниктің көпірі бар. Мына мойканың алдына жолмен кіріп келесіз. Екінші көшеге кірсеңіз, Талмас көше 13-ші үйдің алдында жайласқан. Фундамент 11-ге 12 деген 6,20 айдында жайласқан. Так, документлерін мына қарай бөліп береміз дейді. Так, көріп тұрсыздар, фундамент биік, подошкасы бар. Проектімен бір қатар таныстырып жіберейін сіздерді. Проектінадан кіреміз. Кіргенде опа, мына қолда туалет ваннасы бар. Бұл тәрепте так, 1 этажлы үй саламан десеңіз, қол қылсаңыз болады. Болмаса 2 этажлыға маслап, сол жерге текше боласаңыз тастап кеттім дейді. Мына жақта үлкен осындай бір бөлмесі бар. Бұны асхана қылажақ едік дейді. Енді бұны 1 этажлы үй қылатын болсаңыз, және бір бөлме қыласыздар. Мына жаққа үлкен осындай общий бір зал түсірген. Так, екінші этаж қылатын болсаңыз, көтеріп болады. Болмаса мына жерінен бөліп 1 этажлы үйдің проектін істеп алсаңыз да болады. Бақасын 60 миллион айтамыз. Так, 6,20 айдан да жайласқан. Фундаменттің жағдайларын көрсеңіз де болады. Бәрі жақсы биік болып тұрды. Мына жерде ауысқан шебіменен тасы бар екен. Соны да сіздерге қосып беріледі. Артқы 20 айдан көріп тұрғаныңыздай. Ана жерден пожарный ход ашылып жатыр екен. Пожарный ход да болады дейді. Так, үстінде үлкен биік қылып құйылған фундамент. Жоғарыдағы нөмірлерге байланысасыздар. Бақасын 60 миллион айтамыз. Келісім бар.